Hello everyone, today I wanna tell you how I make this, uh, how I make the calculator. Бүгін мен сендерге қалай калькулятор жасағанды және ішіне функциялардың қалай істелетінін айтып беретін боламын. Ең алдымен HTML-дан бастайық. Ең алдымен мен бодиға бэкграундқа цвет беріп, font family дейтін бұл бізде шрифт, color бұл текстқа арналған цвет, ал background бұл артындағы фонға. Және де font weight бердім, потому что шрифттің болдыр, яғни қалыңырақ болу үшін текст, потолще. Сол мен ең алдымен главный дивка ашып, сол дивкаға display flex беріп, және осы ішіне екі дивка аштым. Үш дивка аштым. Ең бірінші дивкаға ішіне текстті жазып, текст бердім, калькулятор деп, и және де тағы да екінші текст, бұл them және сандар. Бұл екі түрлі дивка, екі элемент, и бұл екеуі бір дивканың ішінде, то есть екі элемент бір элементтің ішінде ашылған, и сол басты бір дивкаға мен display flex бердім, жап, чтобы display flex бұл ұзыннан былай оң жаққа кететін, ал содан кейін жап, чтобы ара қашықтығы болсын, және justify content space between болса, то екі элементтің арасында ашық пространство болады. Содан кейін бұл осы екінші дивка туралы айта кететін болсам, бұл жаққа жай ғана тоже display flex и justify content end бердім. Justify content end, center and align items end. Бұл align items end бұл тексті дивканың соңына апарады, ал justify content center дивканың ортасына, Y осымен. Содан кейін үшінші дивкаға мен көптеген дивка аштым, және бұларға баттон бердім. Өйткені бір дивканың ішіне бірнеше түрлі дивка аштым, и осы main дивкаға display flex беріп, жай ғана align items justify content пен бәрін түзелеп алды. Және де енді осы color, style бәрін беріп шыққаннан кейін, қалай бұл бізде жұмыс жасайтын туралы айта кетейін. JS. Енді әр батынға дивка класс беріп, осы кнопкалардың бұл класстың аты бізге керек болады. Ең алдымен let display, let buttons, let currentқа
Бұнда мен HTML-дың элементтерін алып, дисплейға экран чап шығатын жер, ал баттонстарға барлық батырмалар ретінде типа ат беріп шығатын боламын ледпен массив. Ал бұл жақта LED current айнымалысы бар, ол қолданушы жазған барлық сандарды сақтайды. Мысалы мен 177 деп жаздым, и бұл сақталып қалады. Мысалы, если LED current болмаса, то бұл сандар жазылмайды вообще. И бұл бізге өте керекті код. Одан кейін buttons for each және but even listені. Бұнда әр кнопкаға басу типа историясы сақталады, яғни кнопканы басқанда код жұмыс жасап бастайды. Мынаяқта сақталу болса, мынаяқта жұмыс жасауы туралы код жазылған, яғни басылады, все такое. Содан кейін let value. Так, бұл мысалы мен именно кнопканы басқан кезде, то бұл жазылу керек, жазылады. Осы код арқылы, let value арқылы. Және reset туралы айта кететін болсам, то егер reset басылса, барлық мән өшетті экранда 0 деп шығады. Осыны if value currentпен істедім. Тура мынау басындағы текст секілді, бірақ if-тің ішіне салып, именно reset кнопкасына. Және delete өшіру кнопкасы тура солай, бірақ else if-пен. Және де егер және тең кнопкасы, то осы кнопканы басқан кезде, то есептейді. Мән шығарып береді. Егер есеп қате болса, то error деп шығарып береді. Мін, өзіңіз көрсеңіздер болады. Және де ең соңғы код бұл else current value және display text content. Қалған кнопкалар жай ғана экранға қосылатын болады. Және осы код арқылы мен толық калькулятор жасадым.